Мен аздап таксовать етіп ақша тауып келейін, деді Нұрлан дастархан басынан жаймен көтеріліп. Екеуміздің тойымызға елден біраз қарызға ақша алып едім, соларды қайтару керек. Енді күн түн демей жұмыс істеу керек. Әлі-ақ бәрін жасаймын. Үйде жайда болады жаным. Жақсы, тек басқа жаққа бұрылып кетпесең болғаны, деді әйелі күлімсіреп. Ондай жаман әдеттеріңді енді қоятын шығарсың. Қойшы, қайдағы жоқтын айтпай, деді ол ашуланып. Біліп қой, мен еркекпін, қайда барам, қалай тұрам, өзім білем, еш уақытта есеп бермеймін. Неменеге ашуланасың? Еркек екеніңді онсыз да білемін, бірақ енді менің заңды күйеуімсің ғой. Мен сені қызғанамын. Кімнен? Аналардан. Аналарың кім? Оны өзің де білесің ғой. Қоясың бенді жоқ па? Жігіттің түрі бұзылып, лезде-ақ қара сұрланып шыға келді. Қабағы түсіп, тұнжырай қалған әйелі одан әрі ләм-лим деп тіл қатпастан теріс бұрылып кетті. Әй, сен қайдағы жоқты айтып былжырай берме. Білдің бе? Енді бір рет осындай әңгіме шығарасың, менен жақсылық күтпе. Әй, есіп тұрсың ба? Деді жігіт езеуреп. Мен сені білемін ғой, деді әйелі ақырын ғана. Нұрлан ештеңе естімегендей есікті тарс еткізіп жапты да ашуланып шығып кетті. Есік алдында тұрған машинасын от алдырды да ызылдатып ала жөнелді. Көшені айнала бере тоқтады да дүкенге бас сығып сатушы қыздан: бір жерге звондап алайыншы, деп сұрауын сұрағанмен оның жауабын күтпестен жайлап телефонның нөмірлерін тере бастады. Ашудың ізі қалмаған, көзі күлімдей әндетіп қояды. Ол мені күтеді, деді өз-өзіне риза болып. Бүгін тағы да құмарымды қандырмасам. Осы кезде ар жақтан алу деген қыздың даусы естілді. Қалың қалай? Бұл мен ғой, деді Нұрлан сыбырлай сөйлеп. Қыз мұның даусынан шошып кеткендей аз-маз үнсіз қалды да сәлден соң барып есін жиғандай: сенбісің? Деді күрсініп. Иә, мен ғой, өзіңнің Нұрланыңмын ғой. Не, танымай қалдың ба? Бай болатын шығармын. Не, жай ма? Жай, звондауға болмай ма не? Болмайды. Қойшы енді, ренжімеші, мен бәрін айтып түсіндірем. Ештеңені түсіндірудің керегі жоқ. Қазір барамын, келмей-ақ қой. Саған бірдеңені айтып кетуім керек. Нені? Телефонмен айтатын нәрсе емес. Көп уақытыңды алмаймын. Жақсы. Ол тағы да бірдеңе айтуға оқтала беріп еді, қыз трубканы қоя салды. Әп бәлем, тұра тұр. Әлі өзің ақ бұралқы итше бұралып келіп құшағыма жығыларсың. Көп болса тулап-тулап қоярсың. Қайда барарсың? Әлі қанда-санда барып тұрар, ашынама айналасың. Мен сені жақсы білем ғой, деді де жігіт шығып жүре берді. Машинамен көше бойлап зымырап келе жатыр еді, анадайдан бір қыздың қол көтеріп тұрғанын көріп қалды да жанына тақай бере тоқтай қалды. Терезесін ашып: қайда барасыз, қарындас? Деді дауыстап. Екінші вокзал, 500 теңге, деді қыз да тақ-тақ етіп. Отырыңыз. Қыз алдыңғы есікті ашып зып беріп отырды да жігітке бұрылып: дұрыс түсіндіңіз ғой, екінші вокзал 500 теңге, деді тағы да тақ-тақ етіп. Иә, түсіндім, түсінбейтін несі бар? Қайдан білейін, кейбір таксистер айтқан жеріңе апарып тастағаннан кейін тағы да қосымша ақша сұрайды екен. Қорықпаңыз, мен сұрамаймын. Неменеге қорқамын? Қорықпаймын, тек ескертіп жатқаным ғой. Қайда кетіп барасыз? Қарағандыға. Ауылыңызға ма? Жоқ, бір дос қызымның туған күніне. Бірге оқып едік. Келмесең ренжеймін деген соң амалсыздан бара жатырмын. Бір жағынан осындай басымыз бос кезде қыдырып қалайық деп, ертең тұрмысқа шыққан соң бәрі қалады ғой. Студентсіз-ау деймін. Жігіт сөйлескен болып, қыз жүзіне көз қиығын салып қояды. Әдемісін-ай, шіркін, бір дейді іштей езіле әдетіне басып. Я студентпін. Қыздың ештеңемен шаруасы жоқ, тақ-тақ етіп тақылдап отыр. Қайда оқисыз? Каспийде. Қандай факультетте? Тіл әдебиет. Бәсе, сарнап тұр екенсің дейсіз бе? Иә, ашық қыз екенсің. Маған мінезі ашық қыздар ұнайды. Өзіңіз қайда істейсіз? Мен қарапайым қарауылмын. Әйтеуір өзіме ұнайды. Бір сөткі істеймін де, 2 сөткі демаламын. Сол демалатын күндері қарап жатпай, арасында өсіп ақша табамыз. Бойдақ болсақ та, айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Содан соң ептеп-септеп осылай. Дұрыс қой, ақша тапқаның не сайып, ешкімнен тарық болмаса да ұрлап алып жатқан жоқсыз ғой. Өмір қызық қой өзі. Иә, шынымен қызық. Жігітіңіз бар шығар. Жақсы жігіт кездеспей жүр ғой. Қыз сықылықтай күлді.
Осы оңтайлы сәтті пайдаланып қалғысы келген Нұрлан сәл мойнын бұрып: «Жақсы жігіт кездесті деп ойламайсыз ба?» деді қулана. Қыз бәлен деп жауап қатпады. Жымия беріп, мырс етіп күліп жіберді. «Айтпақшы, атыңызды сұрамаппын ғой. Есіміңіз кім болады, қарындас? Таныстықтың артығы бола қоймас». «Нәзира, атыңыз затыңызға сай екен». «Рахмет». Қыз жымиды. «Менің есімім Нұрлан». «О, міне келіп те қалдық», деді ол машинасын тоқтата беріп. Осы кезде неге екені белгісіз қыз қолына қалта телефонын алды. Оған көз түсіп кеткен жігіт тағы да қарап тұрмай: «О, телефоныңыз қандай әдемі. Нөмірін бермейсіз бе?» деді жымысқылана жымиып. «Неге?» деді қыз түк түсінбегенсіп. «Жай енді былай хабарласып тұрсақ». «Жақсы, жазып алыңыз», деп нөмірін жаймен айта бастады. Нұрлан зып еткізіп телефонына жазып ала қойды да тексеріп көру үшін сол нөмірді басып кеп жіберді. Қыздың телефоны ән салып қоя берді. «Тексеріп жатырсыз ба?» деді бойжеткен күлімсіреп. «Жоға, менің де телефонымды жазып алсын деп жатқаным ғой», деді жігіт сөз тауып. «Олай болса кешіріңіз», деді қыз сызыла. «Қой, мен барайын, пойыздың жүретін уақытта тақап қалды». «Жақсы, барып қайтыңыз, жолыңыз болсын», деді жігіт қызға қолын ұсынып. «Мүмкін әлі кездесерміз». «Рахмет, сау болыңыз». Қыз аяғын асыға басып жүгіре жөнелді. Жігіт артынан сұқтанып тұрып қалды. Сұлуақ екен, фигурасы да келісіп тұрау. Шіркін, бір көрер ме еді. Өзі де кетер емес сияқты ғой. Барып келсін, содан соң көрерміз, деді іштей күбірлеп. Ол машинасын кері бұрды да мөлдірдің жұмысына келді. Есік алдына тоқтай сала қалта телефонмен хабарласып сыртқа шақырып алды. «Құтты болсын», деді қыз аман саулықта сұраспастан томсырайып. «Рахмет. Қалай енді? Жаман емес. Әйтеуір үлкен кісілер осы қызды аласын деген соң еш бұлтара алмадым. Бірақ сені жақсы көремін, сен ойлай беремін». «Өтірік айтасың. Әнеугүні көңілімді қатты қалдырдың ғой. Аузыңа келгенді айтып, жаныңды оңдырмай жараладың ғой. Мен бірдеңе бүлдіреді деп ойлайтын шығарсың. Жоқ, қорықпайық қой. Ондайым жоқ». Тек қыз қыстығып сөйлей алмады. «Сол күні көңіл күйім жоқ еді. Оның үстіне өзің». «Мен не істедім сонда? Не жазығым бар? Бар жазығым өлерде жақсы көріп, құдайымдай сенгенім бе? Енді не қыл дейсің маған?» «Қойшы енді, өткені өтті. Оны еске түсіріп беріп қайтесің. Бір жолға ашуыңды қи, одан да бүгін бір жаққа барып демалайықта». «Қалай ұялмайсың? Ар-ұятың қайда? Жаңа үйленген келіншегің бар емес пе? Бұрынғыдай бойдақта емессің, қоймайсың менді». «Үйленгенше соның бетіне қарап жүрді ғой дейсің бе? Одан әлден суынып барамын, көп тұра алмайтын шығармын. Сондықтан бүгін сені іздедім. Жаныма жан жылулығын сен ғана бере алатын сияқтысың. Сенің ғана адалдығың, сенің ғана махаббатың бойыма қуат қосып, нәр бере алады. Түсінші соны, әлде араласып жүре берейікші, кеудемнен итермеші, келіп кетіп тұрайыншы. Үйренісіп қалдық қой». «Жоқ, енді мүлдем болмайды. Қойшы, бір жолға ашуыңды қи. Шын жақсы көргенің рас болса, бүгін көңілімді қалдырмашы, бүгін ғана». «Бүгін де, ертең де, бір сүгінде болмайды. Енді сенімен ешқашанда ешқайда бармаймын. Рас, шын жақсы көрдім, оны өзің де білесің. Сондықтан да айтқаныңды еш уақытта жерге тастаған емеспін. Ал енді не таптым содан? Қалың мұның құшағында оранып, жетім қоздай жәутеңдеп қала бердім. Сенің нең кетті? Қалың да қисайған жоқ. Құдай әділетсіз ғой. Енді бәрі бітті. Мені мәңгіге ұмыт. Енді маған хабарласпа. Келмеде. Өзің ғой, келе бер деген. Сен басқаша ойлап қалған екенсің ғой. Сенің не ойлайтыныңды білем ғой. Бірдеңе берейін деп едім». «Не бересің? Айтшы тезірек», деді жігіт қалжыңға сүйініп. «Мә, мынаны ал да елді мазалама», деп қыз қол сөмкесінен конверт алып ұсынды. «Бұл не тағы? Ақша ма?» «Қайдағы ақша? Хат, соңғы хат. Басы бұрын жазылған. Бәрі де осында айтылған. Оқы да ешкімге көрсетпей жырып таста. Соңғы өтінішім де сол». Қыз бұрыла берді. «Жаным, тоқтасаңшы, бір нәрсе айтайыншы». Естісе де ештеңе естімегендей қайырылмастан кете барды. Жігіт қыз жұмысына кіріп кеткенше көзінің сұғын қадап ойланып тұрып қалды.
шіркін, енді ана маған бұйырмайды ғой. Жоқ, қайда барады дейсің? Тулап қояр, әлі өзі-ақ шақырар, мен оған сенемін. Сыры белгілі ғой. Нұрлан ақырын басып келіп машинасына отырды да асықпай конвертті ашты. Ішінен компьютерге терілген 10 шақты беттік хат шықты. Көз жүгіртіп оқи бастады. Нұрлан, сені тағдырдың маған бұйыртқан сыйы болар. Уақытша болса да, сені маған мына аз ғана ғұмырда сүйген адамның қандай екенін білсін деп жіберді екен. Әлде тағдырдың қатал екенін сезінсін деді ме? Әлде өмір бойы осы дертпен ауырсын деді ме екен? Әлде бұл тағдырдың сынағы ма? Сынаған болса сені қайдам, мені оңдырмады. Маған мәңгі айыға алмас өкінішпен мұң сыйлады. Ал саған не сыйлағанын білмеймін. Өйткені сен туралы ештеңе айтпаймын да, айта алмаймын. Сен ештеңе айтпадың себебі. Мүмкін мені аяған шығарсың. Несіне аядың? Ақыры болар іс болды. Болдырдың. Сондағы аяғаның осы ма? Мен сені жан жүрегіммен кешірем, бірақ көлге айналған көз жасым жібере алмас. Көз жасымды тоқтата алар емеспін, тоқтата алмайтын да шығармын. Адам баласы тұрмақ, хайуанның да көз жас жібермейді деген сөз бар емес па? Мен тек осыдан қорқам. Бірақ саған еш жамандық ойламаймын. Ойлаған да емеспін. Ойлағым да келмейді. Өткен іске өзің де өкініп жүрген сияқтысың. Бірақ кім білсін, дұрыс істемегеніңді мойындағың да келмейді. Оны сезбей жүр дейсің бе? Күпірлік жасасам, басқаша ойласам, ашуға бой алдыршы. Мен бәрін де түсінемін. Егер ренжіткен кездерім көңіліңді қалдырған сәттерім болса, кешірші жаным. Сенімен танысқан күннен бастап өзімді шексіз бақытты сезіндім. Есіңде шығар, менің де есімде. Жаңбырлы күн, өзеннің жағасы. Ауылда өткен сол бір аптаны еш ұмыта алар емеспін. Ұмытпаймын да, ұмытқым келсе де ұмыта алмаймын. Сені қалай қатты жақсы көріп қалғанымды өзімде білмеймін. Қол ұстасып бірге жүрген жарты жылға жуық уақыттың қалай жылдам өте шыққанын да сезбей қалыппын. Осы қуанышпен кейінгі мұң мен шер сенің маған деген махаббатыңның өлшемі ме? Жоқ, бұл бұнымен бітетін емес. Мен қашанда сенімен біргемін. Қайда жүрсең де мен сенің жаныңнан табыламын. Ал сенше, қиналған кездерде сені іздейтінім рас, бірақ таба алмаймын. Сондықтан болар, кейде жер бетіне сыймай кетемін. Өзіммен өзім арпалсам. Әрине, мен сенің бақытты болуыңды қалаймын. Саған одан өзге не тілейін? Сен ұмыт дейсің, айт өзің қалай ұмытам. Ол үшін сезімі жоқ, тас жүрек болуым керек қой. Олай болса, сол бір шуақты күндерді, ұмытылмас сәттерді неге сыйладың? Жан жүрегіңді мәңгі сақтап ұмытпау үшін бе? Әлде сол сәулелі сәттерді ғұмыр бойы сағынып өтсін дедің бе? Жылама дейсің. Қалай жыламаймын? Дос болып қалайық дейсің. Жоқ, сен менің досым да қасымда емессің. Мәңгі ұмытылмас жұлдызды махаббатымсың. Хош деуге хақым жоқ. Менің нәзіктігім, мейірлігім, адалдығым, пәктігім сенімен бірге өткен. Басынан өткен ауыр күндердің куәсі де өзің емеспісің? Саған сондай сеніп едім. Неге сенгішпін? Қатты қиналсам, үй жағыңа барып, сені кездесе кететіндей торуылдап жүруші едім. Сен басқамен кеттің, өзгені сүйдің. Айтшы жаным, неге мұншалықты қинадың? Тағдыр маңдайыма жазғанды сүріп келем ғой. Шіркін, қайран өмір. Сені бір жан сүйсе сүйетін шығар, бірақ дәл мендей сені ешкім де сүйе алмас. Сүймеген болсаң, өзің бәрін түсіндіріп кетерсің. Шындықты айтудан несіне қорқасың? Сүйген болсаң, ішке біткен мезең қылсынды деп өлердей жалындым емес пе? Сен сүйетініңді еш дәлелдей алмадың. Кешірші жаным, мен сені шексіз сүйдім. Сен сүйетініңді дәлелдебедің, алайда не болғанын білмедім. Білмеймін, білмегім де келмейді. Зымыраған уақыт-ай, қандай жылдам, халімді несіне сұрайсың? Ақыры қорқаудай қашып кетерсің. Жападан жалғыз жылай бердім. Бұл таусылмайтын не қылған көз жас. Қуаныштан жылаған, күліп тұрып жылаған жақсы екен. Ал өкініштен өкіріп жылағанда жұбатудың да көмегі тимейді екен. Менің бар айтқаным, не кінәм бар еді, бірақ бір күні мәңгілікке кететінді сезбейтін сияқтысың. Бәрі мені күтуде. Шынымды айтпасқа,
амалым қалмапты. Бақытты бол. Менің бұл жазғанымды онша түсіне қоймапсың. Сенің жауабың тек қарғамашы. Тағдырдың қоспағаны шығар. Кешір алсаң кешір қарғама. Бәріне